Қайырлы күн, достар. Бүгін райхан шөбінен сусын жасаймын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге райхан шөбі, бір апельсин, қайнаған су және бал қажет. Райхан шөбімізді ыдысқа салып, үстіне қайнаған су құямыз. Райхан шөбімізді жақсылап араластырып, иісі қандай керемет. Апельсинді кесіп, жақсылап суын сығамыз. Кесілген бөліктерінде салып жіберуге болады. Апельсиннің барлығын сығып болдық. Енді бір ас қасық бал салып жақсылап араластырамыз. Жаздық күндері адам терлегенде ағзасынан калий, кальций, магний, химиялық элементтер бірге шығып кетеді екен терімен бірге. Ал райхан шөбінде микроэлементтер өте көп. Сумен қайтадан оның орнын толтырып отырады. Сондықтан жаздық күндері осындай пайдалы әрі дәмді сусын жасап көріңіздер. Сусынымыз дайын, стакандарға құйып салқындатып ішсеңіз болады.